Фатиха сүресінің 3-ші аяты. Ол 3 деген сан. Арабша осылай жазылады. Енді басында уасыл хамза келіп тұр ғой. Уасыл хамза басында келсе және ләммен келіп тұрса, ол ә деп оқылады. Ә. Сосын алиф ләмнен кейін шадда келсе, ләм оқылмай қалады да, ә р болып кетеді. Әр-рух, әр-рухмә дегенде, мына жасырын алиф созылып оқылады. Әр-рухмәни. Неге енді мына уасыл хамза оқылмайды. Ләм шадда тұрғандықтан оқылмайды. Сондықтан әр-рухмәнир болып кетеді. Әр-рухмәнир рухим. Мына жерде созылады. Әр-рухмәнир рухим. Әр-рухмәнир рухим. Әр-рухмәнир рухим.